Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Майра Сотбек қызы. Бүгінгі видеода осындай бауырдан дәмді торт жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды салып алдық. Жақсылап араластырып, үстіне шым-шым тұз саламыз. Және де араластырып, біздің бауырды ет тартқыштан өткізіп қойдым. Соны үстіне салатын боламыз. Ет тартқыштан болмаса блендердің көмегімен осылай езіп алсаңыздар болады. Жақсылап араластырып, үстіне сүтімізді құямыз. Және де тағы да араластырамыз. 3 қасық сұйық майымызды құямыз. Ішіне осылай барлығын құйып араластырып аламыз да, үстіне ұнымызды салып жақсылап араластыратын боламыз. Неке біздің тестамыз дайын болды. Сковородкамызды қыздырып қойдым. Үстіне кішкене ғана сұйық май қостым. Және де блинчик секілді осылай құйып пісіріп алатын боламыз. Мен басында сұйық май кішкене жағатыным, асты жабысып қалмас үшін, кейінгілеріне жақпаймын. Неке пышақтың сәл ғана көмегімен осылай ашып, теп-тегіс біздің стағышымызбен екінші бетін аударатын боламыз. Неке екінші беті тез піседі, барлығын осылай пісіріп алатын боласыздар. Өте керемет, өте оп-оңай пісетін болады. Міне екінші беті өте әдемі болып пісті. Екіншісінде дәл солай құйып пісіріп алатын боламыз. Сковородканың көлеміне қарай біздің тестамызды құйып отырамыз. Енді ортасына салатын салмасын дайындайтын боламыз. Осындай сәбізді пісіріп алдым. Терканың ең майда жағынан өткізетін боламыз. Кішкене ғана бөлігін алып қаламын бетіне. Қалған бөлігіне біз майонезімізді саламыз. Және де чесногымызды салып жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей барлық тестамызды осылай блинчик секілді пісіріп алдық, дайындап қойдық. Енді біз салмамызды сала отырып, осылай барлығын торт секілді жинап шығатын боламыз. Бірін үстіне бірін салып, 2 бөлікке бөлсеңіздер де болады. Біздің тестамыз өте көп болып шықты. Мен осылай биік болғанын қалаймын. Сондықтан да бірін үстіне бірін қойып, барлығын бір ғана торт шығарып, осылай жинадым. Ең бетіне тек қана майонез сеуіп, осылай тегістеп, жан жағына алып қалған біздің сәбізімізді осылай істеп шықтым. Ортасына картошканы осындай теркадан өткіздім. Мен ортасына осылай салдым. Болмаса жұмыртқа салсаңыздар да өте әдемі болады. Өз қалауларынша сәндейсіздер бетін, және де өз қалауларынша кесесіздер. Неке бізде бауырдың торты дайын болды. Өте дәмді, сондай жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Чеснок пен дәмі сондай керемет болып шығады. Ортасына укроп, сондай петрушка қосып жесеңіздер де өте әдемі болып шығады. Және де достар, бұл бауыр торт менде өте биік болып шықты. Сондай дәмді, жегенге де керемет болып шықты. Дастарханның да көркін ашады. Дәл осылай дастарханға ұсынсаңыздар да болады. Неке қазір дәмін бірге көретін боламыз. Дәмі сондай керемет болған. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Біздің отбасымызға өте қатты ұнады. Әрі жасалу жолы өте оңай. Және де достар, менің арнамда осындай молочная девочканың рецептісі бар. Және де басқа да торттардың, тағамдардың, бірінші тағам, екінші тағам барлығын менің арнамнан көре аласыздар. Міндетті түрде өтіп көрсеңіздер болады. Сіздермен болған Келінка Майра Құландық келінен қандай да бір рецепт күтсеңіздер, комментарийге жаза кетіңіздер. Мен міндетті түрде оқитын боламын. Сау болыңыздар.